Қанипа Бітібаева атындағы Республикалық ғылыми-әдістемелік зерттеу орталығы Алматы қаласында 2016 жылы ашылды. Орталықтың негізгі мақсаты Қанипа Омарғалиқызының әдістемелік еңбектерін ғылыми тұрғыда зерттеу және оқу үдерісіне енгізу. 2019 жылы әдебиетті оқыту әдістемесіне байланысты 2 томдық еңбегі қайта басып шығарылған болса, 80 жылдық қарсаңында 3 томдық еңбегі және бірнеше әдістемелік материалдар қайтадан басып шығарылды. 2023 жылы Қанипа Бітібаева академиясы ғылыми білім беру институты ашылып, Қанипа Омарғалиқызының еңбектерін одан әрі насихаттау, басып шығару, тарату мақсатында жұмыс жасап келе жатыр. 2025 жылы Қанипа Омарғалиқызының есімін халықаралық деңгейде дәріптеу мақсатында академик Қанипа Бітібаева атындағы халықаралық ғылыми білім беру корпоративтік қоры ашылды. Сонымен қатар Қанипа әлемі республикалық ғылыми әдістемелік журналы оқу-ағарту министрлігінің орта білім беру комитеті ұсынған озық педагогикалық тәжірибелерді жариялайтын журналдар тізіміне енгізілді. Сонымен қатар Қанипа Омарғалиқызы Бітібаева атындағы арнаулы төсбелгі шығарылып, қазақ тілі мен әдебиет саласында және жалпы білім беру саласында ерекше еңбек еткен. Сонымен қатар Қанипа Омарғалиқызының педагогикалық мұрасын насихаттауға үлес қосқан қызметкерлерге табысталуда. Бұл аталған шаралардың барлығы білім беру саласы қызметкерлері мен жас ұрпақты әдебиетке қызықтыру мақсатында жасалып жатқан маңызды шаралар деп есептейміз.